Бейнебаянды бастамас бұрын айта кетейін. Каналға аз ғана адам жетпей тұр. Подписка басып кетсеңіздер, разы боламын. Бұл оқиға шын өмірден алынған. Жүрегіңізді тебірентетін, ойландыратын шынайы әңгімелерді осы видеодан тамашалаңыз. Кешкі уақыт. Қала баяу тыныстап тұр. Көктемнің салқын желі көп қабатты үйдің арасымен ысқырып өтеді. Мен дүкеннен қайтып келе жатқанмын. Қолымда нан мен сүт. Кәдімгі күнде қайталанатын өмір. 51 жас деген адамның сырттай сабырлы, ішінен бос қалған шақ екен. Балаларым өз алдына кеткен. Үй іші тым-тыныш. Теледидар қосылып тұрса да, дыбысы жанымды толтырмайды. Кейде қабырғаға қарап отырып қаламын. Уақыт өтеді, бірақ өмір қозғалып жатқандай сезілмейді. Сол күні подъезге кіргенімде жаңа көршіні тағы көрдім. Ол бір апта бұрын көшіп келген. Жасы 35-тер шамасында. Бойы ұзын, иығы тік. Үстінде қара күртеше. Әдеттегідей сәлемдесті. Кеш жарық. Дауысы сабырлы, көзқарасы тік. Кеш жарық, дедім қысқа ғана. Лифтке бірге міндік. Әдетте лифт ішіндегі үнсіздік мен үшін ыңғайлы болатын. Бірақ бұл жолы бір түрлі қысым сезілді. Оның иығы маған тым жақын тұрды. Жас айырмашылығы екеуміздің арамызда қабырға сияқты тұрғандай. Лифт 3-ші қабаттан өткенде кенет жарық жыпоқтап барып өшті. Қараңғылық. Лифт тоқтады. Ішім дірете қалды. Тоқтап қалды ма? Дедім еріксіз. Қорықпаңыз, қазір қосылады, деді ол сабырмен. Қараңғыда оның тынысын анық естідім. Лифттің тар кеңістігі бұрын соңды мұнша тар болып көрінбеген. 1 минут өтті. 2 минут. Жарық жанбады. Байланыс түймесін басайын, деді ол. Күйменің әлсіз дыбысы шықты. Біреу жауап берді. Күтіңіздер, шебер келе жатыр. Күту, қараңғы, үнсіздік. Сіз қай қабатта тұрасыз? Деп сұрады ол әңгімені бастау үшін. 7-ші. Мен 6-шыдамын. Білемін, деп қойдым да, неге олай дегенімді өзім түсінбей қалдым. Ол күліп жіберді. Демек, байқап жүрсіз ғой? Жоқ, жай ғана. Подъезде бәрі көрініп тұрады. Жүрегім біртүрлі жиілеп соға бастады. Қараңғыда адам шынайырақ сөйлейді екен. Сіз бұл үйде көптен бері тұрасыз ба? Деді ол. 15 жылдан асты. Жалғыз ба? Сұрақ тура қойылды. Иә, ол біраз үндемей тұрды. Мен де жалғызбын, деді жай ғана. Осы бір сөз лифт ішіндегі ауаны өзгертті. Екеуміз бір-бірімізді көрмесек те, жалғыздықтың үнін таныдық. Ажырасқансыз ба? Дедім өзіме жат батылдықпен. Иә, 3 жыл болды. Қайта бастау қиын екен. Мен еріксіз жымидым. Қай жаста болмасын қиын. Сізде? Жолдасым 10 жыл бұрын қайтыс болды. Бұл сөзді айтқанда тамағым кеуіп кетті. Мен ол туралы сиреп айтамын. Ал мына қараңғы лифт ішінде бейтаныс көшке айтып тұрмын. Кешіріңіз, деді ол шын ықыласпен. Сосын тыныштық орнады. Бірақ бұл жолғы тыныштық ыңғайсыз емес еді. Лифттің тар кеңістігінде 2 түрлі жас, 2 түрлі өмір, бірақ бірдей жалғыздық тұрды. Бір кезде лифт селк етіп қозғалды. Жарық қайта жанды. Көзіміз түйісті. Оның көзінде аяушылық жоқ еді. Қызығушылық та емес. Тек түсіну. Лифт 7-ші қабатқа тоқтады. Есігі ашылғанда бір сәт кідіріп қалдым. Қорықтыңыз ба? Деді ол жымиып. Жоқ, дедім. Бірақ ұмытылмас болды. Иә, лифттер кейде адамдарды жақындастырады екен. Бұл сөз жүрегіме біртүрлі тиіп өтті. Мен сыртқа шықтым. Есіктің жабылар алдында ол, ертең көрсеміз, деді. Ертең. Қарапайым сөз. Бірақ ұзақ уақыттан бері ешкім маған осылай сенімді айтпаған еді. Үйге кіріп есікті жаптым. Пәтер іші бұрынғыдай тыныш. Бірақ ішімде әлде бір қозғалыс пайда болғандай. Айна алдына барып өзіме қарадым. 51 жастағы әйел. Көзінің айналасында әжім бар. Бірақ бүгін сол көздерде шұқым байқалады. Бұл тек кездейсоқ жағдай, дедім өзіме. Ештеңе ойлама. Бірақ түнде ұйықтай алмай шықтым. Қараңғы лифт. Оның даусы. Мен де жалғызбын. Жүрек деген тыңдамайды екен. Сол түні алғаш рет жалғыздығымды толық сезіндім. Және алғаш рет біреудің жанында болғым келгенін мойындадым. Лифттегі оқиғадан кейін бәрі бұрынғы қалпына келгендей көрінді. Таң атты. Мен жұмысқа бардым. Кешке үйге қайттым. Бірақ бір нәрсе өзгерген еді. Мен подъезге кірген сайын жүрегім сәл тезірек соғатын болды. 3 күн бойы оны көрмедім. 4-ші күні кешкісін аулада орындықта жалғыз отырдым.
Көктемнің иісі ауада, ағаштар бүр жарып келеді. Балалар ойнап жүр. Мен телефонды бос қарап отырғандай болдым. Шын мәнінде көзім кіре беріс жақта. Ол шықты. Қолында қоқыс пакеті. Мені көріп сәл жымиып басын изеді. Кеш жарық. Кеш жарық. Дауыстарымыз еркін шықты. Бірақ ішімізде бір нәрсе сақ тұрды. Қоқысты тастап қайтып келе жатып, қасындағы орындыққа тоқтады. Отырсам бола ма? Әрине. Арамызда жарты метр ғана, бірақ ол қашықтық сезілмеді. Лифтті жөндеп қойыпты, деді әзілдеп. Иә, дедім жымиып. Енді қорықпай мінуге болады. Кейде тоқтап қалғаны жақсы шығар. Мен оған қарап қалдым. Неге? Кейбір әңгімелер басқа жерде басталмас еді. Жүрегім тағы да сол бір таныс ырғаққа түсті. Біраз үнсіз отырдық, бірақ бұл жолы үнсіздік ауыр емес. Қарапайым, табиғи. Сіз қайда жұмыс істейсіз? Деп сұрады ол. Мен өзім туралы айта бастадым. Қанша жылдан бері бір мекемеде істейтінімді, жұмыстың бір сарында екенін, бірақ тұрақтылық беретінін. Ол да өз ісін айтты. Құрылыс компаниясында менеджер екен. Көшіп келу себебі жаңа бастау. Бұрынғы өмірім сол жақта қалды, деді ол жай ғана. Өткенде өзіммен бірге алып жүрсең, жаңа бастау қиын, дедім ойланбай. Ол маған қарап басын изеді. Сізбен сөйлесу жеңіл екен. Бұл сөз күтпеген жерден тиді. Неге? Білмеймін, сіз тыңдай аласыз, асықпайсыз. Көп адам бірден баға береді. Мен күліп жібердім. 51 жасқа келгенде бағалау шаршатады. Тыңдау жеңілірек. Ол үнсіз қалды. Сосын батылданып, жасыңыз сізге жарасады, деді. Бір сәт тынысым тоқтап қалғандай болды. Қалай түсінейін? Сіз өзіңізді ұстайсыз, сөзіңіз салмақты. Бірақ көзіңізде бір түрлі жастық бар. Мен бұрылып басқа жаққа қарадым. Мұндай сөзді соңғы рет қашан естігенімді есіме түсіре алмадым. Сіз бәріне осылай айтасыз ба? Дедім салқындық сақтауға тырысып. Жоқ, тек шындықты ғана айтамын. Жүрегім әлсіреп кеткендей. Күн бата бастады. Ауладағы адамдар азайды. Шай ішесіз бе? Деп сұрады ол кенет. Үйге кіріңіз, жай ғана шай, ештеңе артық емес. Ішімде бір дау басталды. Барма. Бұл дұрыс емес. Жасынды ұмытпа. Бірақ аузым басқа шешім қабылдады. Жарайды, аз ғана уақытқа. 6-шы қабатқа бірге көтерілдік. Бұл жол лифт жарық, кең сияқты көрінді. Пәтеріне кіргенде ер адамның жалғыз тұратыны бірден байқалды. Артық зат жоқ, таза, бірақ суықтау. Кешіріңіз, әлі толық жайғасып үлгермедім, деді ол. Жақсы екен, ас үйге өттік. Ол шайнекті қойды, мен үстел шетіне отырдым. Қолымды қайда қоярымды білмеймін. Қант саласыз ба? Бір қасық. Ұсақ түйек сөздер, бірақ арадағы ауа қалың. Шай дайын болғанда ол қарсыма отырды. Сіз жалғыздыққа үйреніп кеттіңіз бе? Деп сұрады ол кенет. Мен бірден жауап бере алмадым. Үйренуге болады, бірақ ол жақсы деген сөз емес. Маған әлі қиын. Үйге кіргенде үнсіздік қарсы алады. Мен оның көзінен шынайылық көрдім. Бұл флирт емес еді. Бұл бос кеңістіктен шаршаған адамның үні. Үнсіздік адамды жейді, дедім баяу. Сондықтан сізді көргенде сөйлескім келеді. Жүрегім тағы да сыр берді. Бұл дұрыс емес шығар, дедім ақырын. Неге? Жас айырмашылығы бар. Ол сәл жымиып. Сезімнің жасы болмайды деп айтпаймын, бірақ әңгімеге жас кедергі емес қой. Мен оған тік қарадым. Сіз не ойлап отырсыз? Ол бір сәт ойлан, шын жауап берді. Әзірге ештеңе, тек сізбен отырғым келеді. Бұл сөз күтпеген жерден шын әрі жылы шықты. Шай біткенше біз тағы көп нәрсе айттық. Балаларым туралы, оның сәтсіз некесі туралы, жалғыз түндер туралы. Уақыт қалай өткенін байқамай қалдық. Сағат 11-ге таяғанда орнымнан тұрдым. Мен кетуім керек. Ол есікке дейін шығарып салды. Дәлізде аяқ киімімді киіп жатып, бір түрлі толқу пайда болды. Қоштасу қиын сияқты. Рахмет, дедім. Шайға. Мен рахмет айтуым керек, деді ол. Үй бүгін жылырақ болды. Есікті ашып шыға бергенде ол тағы да айтты. Ертең алда кездесеміз бе? Бір сәт ойландым. Көрерміз. 7-ші қабатқа көтерілгенде жүрегім қатты соғып тұрды. Үйге кіріп, есікті жаттым. Қабырғаға сүйеніп, біраз тұрдым. Бұл тек шай, тек әңгіме, дедім өзіме. Бірақ ішімде бір нәрсе баяу емес, тез қозғалып бара жатты. Және мен оны тоқтатқым келген жоқ. Келесі апта күтпеген жерден басталды.
Таңертең есігімнің қоңырауы соғылды. Демалыс күні. Ешкімді күтпегенмін. Есікті ашсам, ол қолында көлік кілті. Сәлеметсіз бе? Бір өтініш бар еді. Жүрегім бірден сезді. Бүгін бір нәрсе болады. Айта беріңіз. Маған қала орталығына бару керек. Құжат тапсырамын. Жалғыз барым келмей тұр. Уақытыңыз болса, бірге жүресіз бе? Себеп қарапайым. Бірақ ұсыныстың астарында басқа бір тілек жатқанын сездім. Ішкі дау тағы басталды. Барма. Бірге көрінесіңдер. Өзіңді ұстай алмайсың. Бірақ жалғыз үйде тағы бір бос күн өткізу ойы ауыр тиді. Қанша уақытқа? Дедім. 2-3 сағат. Қаласаңыз кофе ішеміз. Қаланың ауасын ауыстырасыз. Мен бір сәт өзімді сырттан көргендей болдым. 51 жастағы әйел ойланып тұр. Жас көшімен қалаға бару. Ерсі ме? Бірақ кенет бір ой келді. Мен не үшін үнемі өзімді тоқтатамын? Жарайды, дедім баяу. Барайық. Көлік ішінде үнсіздік қысқа болды. Ол әдеттегідей жеңіл сөйлеп отырды. Мен тыңдадым. Терезеден қалаға қарап, өзімді студент кездегідей сезіндім. Сіз бүгін ерекше көрінесіз, деді ол бір кезде. Қалай? Жеңіл, көңілдірек. Мен күлдім. Мүмкін үйден шыққан соң шығар. Қала орталығына жеттік. Ол құжаттарын тез тапсырып шықтықты. Шыға сала, енді сізге уәде еткен кофені ішеміз, деді. Жақын жердегі шағын кофеханаға кірдік. Іші жылы, адамдар аз. Орынға отырғанымызда даяшы қыз мәз болып. Екеуіңізге не әкелем? Деді. Екеуіңізге. Осы сөз біртүрлі әсер етті. Ол да байқап қалды. Қарасаңыз, бізді жұп деп ойлап тұр, деді жымиып. Мен бірден көзімді төмен түсірдім. Онда емес қой. Неге емес? Деді ол жай ғана. Мен жауап бермедім. Кофе келгенше үнсіз отырдық. Бірақ бұл үнсіздік ауыр еді. Сіз жас айырмашылығынан қатты қысылып жүрсіз, деді ол тікелей. Бұл жай нәрсе емес. Мен үшін жай, сіз үшін неге ауыр? Мен терең дем алдым. Өйткені мен өмірдің басқа кезеңіндемін. Менің балаларым бар. Менде тәжірибе, өткен шақ бар. Ал сізде әлі алда көп нәрсе. Ол маған тік қарады. Сіз өзіңізді қарт сезінесіз бе? Сұрақ ауыр тиді. Жоқ, бірақ. Онда неге өзіңізге шектеу қоясыз? Оның сөздері тік, қорықпайтын. Өйткені адамдар бар. Адамдар әрқашан сөйлейді. Мен үндемедім. Кофені ішіп болған соң серуенге шықтық. Көктемгі күн жылы. Адамдар асығыс. Біз жай жүрдік. Бір кезде тротуарда шалынып кеттім. Кепе теңдігіңді жоғалта жаздадым. Ол бірден қолынан ұстап қалды. Қолы жылы, мықты. Бір сәт босатпай тұрды. Көзіміз түйісті. Айналдағы шу алыстап кеткендей болды. Жақсысыз ба? Деді ақын. Иә. Бірақ қолымды бірден тартып ала алмадым. Осы сәт тым ұзаққа созылғандай болды. Ол баяу ғана қолымды босатты. Бірақ саусақтарының жылуы алақанымда қалып қойды. Серуен жалғасты, бірақ бәрі өзгерген. Кешке қарай көлікке отырдық. Үйге қайтар жолда үндемедік. Үйдің алдына тоқтағанда ол қозғалтқышты өшірмей отырды. Бүгін маған жақсы болды, деді. Маған да. Бұл сөзді айтуға қорықпадым. Ол маған бұрылды. Сізбен уақыт тез өтеді. Жүрегім тағы да сол таныс ырғақты. Біз мұны тоқтатуымыз керек шығар, дедім күтпеген жерден. Нені? Осындай кездесулерді. Ол біраз үнсіз қалды. Сіз шынымен тоқтатқыңыз келе ме? Мен жауап бере алмадым. Өйткені шындық жоқ. Ол есікті ашып маған түсуге көмектесті. Тағы да қолымнан ұстады. Бұл жолмен қолымды бірден тартпадым. Кіреберіс алдында екеуміз тоқтадық. Сіз қашып жүрсіз, деді ол жай ғана. Неден? Өзіңізден. Бұл сөз ішімді тіліп өтті. Мен жоғарға қарадым. Терезелер жарық. Адамдар өмір сүріп жатыр. Ал мен өзімді шектеп тұрмын. Ертең сөйлесеміз, дедім ақырын. Мен қашпаймын, деді ол. 7-ші қабатқа көтерілгенде аяғым дірілдеп тұрды. Үйге кіріп айна алдына бардым. Көзінде өзгеріс бар. Мен өзімді ұстай алмай бара жатқанымды түсіндім. Бұл жай әңгіме емес. Бұл басталып кеткен нәрсе еді. Одан кейінгі 2 күн ауыр өтті. Ол хабарласпады. Мен де іздемедім. Бірақ әр дыбысқа елегдеп, телефонды себепсіз тексере бердім. Өзіме ашуландым. 51 жастағы әйел не істеп жүрсің деп
айна алдында өзімді ұялттым. Үшінші күні кешке есік қағылды. Жүрегім бірден таныды. Ашсам, ол. Қолында ештеңе жоқ, тек Байсалдыдыр. Сөйлесуге бола ма? Дауысы бұрынғыдай жеңіл емес. Кіріңіз. Бұл жолы 6-шы қабатқа емес, 7-шіге, менің пәтеріме, үй іші жинақы. Бірақ кенет өз үйім бөтен адамның алдында ашылып қалғандай сезілді. Ол айналаға көз жүгіртті. Мұнда жылы екен деді. Жылыту жақсы дейді. Жоқ, атмосферасы. Мен ас үйге өттім. Ол соңынан ерді. Шай ма? Жоқ, бүгін жай сөйлесейік. Жүрегін сәл қысылды. Ол үстелге отырмады. Терезе жанында тұрды. Біраз үнсіздік. Сіз неге қашып жүрсіз деді ақыры. Мен қашып жүрген жоқпын. Бар, көзқарасыңыз өзгерді сол күннен кейін. Мен қарсы жауап іздедім, бірақ таба алмадым. Бұл дұрыс емес дедім тағы да. Несі дұрыс емес? Біз, бұл жағдай. Неге? Мен терең дем алдым. Өйткені сіз 35-тесіз, мен 51-демін. Бұл жай сан емес, бұл өмір кезеңі. Ол маған жақындады. Арамызда бір-ақ қадам қалды. Мен сізді жасымен емес, өзіңізбен қабылдап отырмын. Сіз қазір солай ойлайсыз, кейін өкінесіз. Сіз мен үшін шешім қабылдамаңыз. Оның даусы қатқыл шықты, бірінші рет. Мен сізге ұнап қалдым ба дедім кенет, өзім күтпеген батылдықпен. Ол көзімді тік ұстап тұрды. Иә, бұл сөз ауыр да жеңіл де тиді. Үнсіздік. Қашаннан дедім? Лифттен бастап. Жүрегім дүрсілдеп кетті. Сізбен сөйлескен сайын өзімді тірі сезінемін деді ол. Сіз сабыр бересіз, бірақ сонымен бірге ішіңізде от бар. Мен еріксіз күліп жібердім. 51 жастағы әйелде от бар дейсіз бе? Бар. Сіз оны жасырып жүрсіз. Ол тағы бір қадам жақындады. Мен сізге ұнаймын ба? Сұрақ қайтарылды. Тынысын жиілеп кетті. Бұл маңызды емес дедім, жалтарым келіп. Маған маңызды. Мен көзімді төмен түсірдім. Иә, бұл сөзді айту үшін қанша күш кеткенін өзім ғана білемін. Ол бір сәт көзін жұмды, жеңіл дем алды. Онда неге өзіңізді қинайсыз? Өйткені қорқамын. Неден? Адамдардан, балаларынан, өкінуден, тағы да жалғыз қалудан. Ол қолымды ұстап алды. Бұл жолы кенет емес, саналы түрде. Мен ойын ойнап жүрген жоқпын, деді баяу. Сізді пайдалану ойында жоқ. Мен сізді қалаймын. Сіздің жасыңызбен, өткеніңізбен, бәрімен. Жүрегім кеудемді жарып шығардай соқты. Сіз не айтып тұрсыз? Дедім сыбырлап. Мен сізге ғашық болып бара жатырмын. Бөлме ішіндегі ауа ауырлап кеткендей. Бұл сөз мені әрі қорқытты, әрі тыныс берді. Тоқтаңыз, дедім әлсіз ғана. Неге? Өйткені мен өзімді ұстай алмай бара жатырмын. Ол сәл жымиып, мен де. Арамыздағы қашықтық жойылды. Ол мені құшақтады. Бір сәтке ғана. Бірақ сол сәтте менің ішімдегі барлық тосқауылдар әлсіреді. Оның иығына басымды тигізгенімді өзім де байқамай қалдым. Қолдары мықты, сенімді. Мен көзімді жұмдым. Көп жылдан бері біреудің құшағында осылай тыныш тұрмағанымды түсіндім. Бірнеше секунд, әлде минут. Мен бірінші болып шегіндім. Бұл дұрыс емес, дедім тағы да, бірақ даусым сенімсіз шықты. Дұрыс не бұрыс екенін адамдар емес, жүрек шешеді, деді ол. Мен басымды шайқадым. Жоқ, біз тоқтауымыз керек. Сіз шынымен тоқтағыңыз келе ме? Жауап бере алмадым. Өйткені ішімде бір шындық айқайлап тұрды. Мен тоқтағым келмейді. Ол есікке қарай жүрді. Мен сізді қыспаймын, бірақ қашпаймын да, деді. Ертең де осында боламын. Есікті жапқан соң, мен қабырғаға сүйеніп отырдым. Қолым дірілдеп тұр. Айнаға қарадым. Көзімде жас бар. Бірақ өкініш емес. Мен бүгін шындықты мойындадым. Мен 51 жаста болсам да, сезімнен қашып, құтыла алмаймын. Және бүгін мен өзімді ұстай алмадым. Құшақтасқан сәттен кейін бәрі тез өзгерді. Біз ашық кездеспесек те, жасырын да жүрмедік. Кешкісін аулада бірге отырамыз. Кейде дүкенге қатар барамыз. Лифтке бірге мінеміз. Қол ұстаспаймыз, бірақ көзқарас бәрін айтып тұрады. Адамдар байқамайды деп ойлау ақымақтық екен. Бірінші болып сыбыр басталды. Ауладағы екі әйел біз өткенде әңгімесін доғарып қарап қалды.
Бір күні кіреберісте қарсы көрші апай маған ұзақ көз тастады. Жаңа көшімен жақсы араласып жүрсің ғой, деді күлімсіреп. Дауысы жылы сияқты, бірақ астарында басқа нәрсе бар. Жай ғана көрші, дедім қысқа. Иә, әрине, деді ол мағынасын созып. Сол сәтте